Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Миксерсіз 20 минутта печенье дайындаймыз. Сары майды ертіп, ыдысқа құямыз. Жұмыртқа, қантты қосып, венчикпен немесе шанышқымен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Одан кейін електен өткізілген ұнға қамыр қопсытқышты қосып, араластырып, екі массаны біріктіреміз. Міне қараңыздар, бізде осындай қою қамыр шығады. Шоколад немесе мейіз қосуға болады. Қазтан шоколадын ұнатсаңыз, турап қоссаңыз да болады. Араластырып, кондитерлік қалташаға салып аламыз. Кондитерлік қалташаның басын үлкенірек етіп кесіп, пергамент қағазы төселген формамызға осылай видеодағындай сығып шығамыз. Бір-бірінен алшақ осайынан қойыңыздар. Әйтпесе пісіп жатқан кезде біздің печеньелеріміз көтеріліп жайылатын болады. Бірін-біріне жабысып қалмас үшін осылай бір-бірінен алшақ қойыңыздар. Үстінен кішкене басын қыраймыз, формасын келтіреміз де 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 20 минуттай пісіріп аламыз. Ол пештеріңізге қарай, сол үшін беті қызарғанша пісіріп алыңыз. Печеньеларды толық суытып барып, дастарханға қоя берсеңіздер болады. Шайларыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Балжан Канафина. Лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сәттілік!